Құрметсіздер құрметті көрермен, бүгін біз Google'дың оқытуда пайдаланатын құралдары тақырыбындағы сабақтарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі төртінші сабағымыз Google презентация жасауға арналады. Әдеттегідей браузерді ашып, өзіміздің Google аккаунтымызға кіреміз. Бұдан кейін презентация жасаудың да алдағы сабақтарда көрсеткенімізде екі түрлі жолы бар. Ол үшін төрт бұрышты басамыз. Бұдан кейін презентация дегенді басамыз. Міне бізге презентация жасаудың бірнеше шаблондар, көптеген шаблондары беріледі. Осы шаблондарды пайдаланып жасауымызға болады, немесе жаңа презентация жасауымызға болады. Екінші жолы Google дискіге кіреміз. Құру дегенді басамыз. Және презентация дегенге апарып, сызыққа апаратын болсақ, бізге пост презентация жасау немесе шаблонды пайдалану дегенді таңдау мүмкіндігін береді. Шаблонды пайдалану дегенді бассақ, бұнда дәл жаңағындай бет ашылады. Біз бұнда да пост презентация жасауымызға да болады, немесе белгілі бір шаблонды пайдалану арқылы жұмыс жасауымызға да болады. Біз пост презентация жасап көрелік. Егер презентацияны ашатын болсақ, бұндағы құралдардың барлығы да өздеріңізге PowerPoint бағдарламасы арқылы таныс құралдар. Сондықтан біз бұл құралдардың барлығымен танысып жатпаймыз. Себебі ол өте көп уақыт алады. Әр құралды жеке-жеке қарастыру оның қажеті де жоқ деп ойлаймын. Себебі PowerPoint-пен жұмыс жасап, слайд жасап жүрген адамдар бұлардың барлығын біледі. Енді бізге алғашқы бетті ашқан кезде стандартты түрдегі мынандай екі бөлігі бар, слайд ұсынылады. Біз бұны алып тастаймыз. Өзіміздің ерекше слайдымызды жасау үшін бізге ең алдымен фон жасаймыз. Фон жасау үшін бос орнына қойып, изменить фон дегенді басамыз. Мұнда светті таңдаймыз. Мынандай свет болсын. Енді фигураларға барып, фигура таңдап алуға болады. Мына фигураны көрелік. Беттерін толықтай келтіреміз. Енді тақырыбымыз бен пәннің атын жазуымыз керек. Осында фигураларды пайдаланамыз. Мысалы, мынандай фигураны пайдаланып тақырыбын жазайық. Алдымен қояйық бұнымызды. Содан кейін оған бетін мысалы көкпен белгілеуге болады, немесе жасылды қояйық. Содан кейін оның қалыңдығын белгілеуге болады. Мысалы, мынандай қалыңдау қылып істейді десеңіз, қалыңдау көрініп тұратындай қылып. Содан кейін не штрих түрінде, не бүтін сызық түрінде қоюға болады. Енді тақырыбымызды жазамыз. Тақырыбымызды жазғаннан кейін оны он төртке кішіліктеу болады. 18-де кішіліктеу болды. 24 жарап тұр ғой деймін бізге. Енді оны бояп алып, бояуын өзгертеміз. Мысалы, қояйық. Және орта бойынша теңестіреміз. Міне біз тақырыбымызды жаздық. Енді қай пән екенінде жазып қоюымызға болады бұл жерге. Ол үшін мысалы бір фигураны таңдаймыз. Ағада оған жасыл тасталайық.
Қазақстан тарихы пәні бойынша сабақ берулер. Burada boyауын өзгертеміз. Көп көрінбейді екен жасылдан, сондықтан сары қылып алайық. Теңестіреміз ортамен. Міне біз тақырыбымызды жаздық бірінші бетте. Екеуінің орнын ауыстыруға да болады бұлайынан. Енді келесі слайд жасау үшін бізге осы слайдты жаңа слайд дегенді басамыз. Тағы да алып тастаймыз. Енді бұған тема дегенге кіріп, мысалы тақырып таңдап алуға да болады. Мынаны таңдап алайық. Макетке кіріп, енді макетті таңдап аламыз. Мынандай макет таңдап аладық. Енді бұған біз фото қосамыз. Бұл үшін біз басын алып тастаймыз. Макеттің керегі де жоқ болуы да мүмкін. Бізге өзіміздің қолымызбен де жасауымызға болады макетті. Мысалы, ол үшін біз текст дегенді таңдап аламыз да қоямыз. Немесе жаңағы фигуралардың ішінен төртбұрышты фигураны таңдап алып, фигураны қоямыз. Міне біздің макетіміз дайын болды. Келесі фото салуды көреміз. Ол үшін біз вставкаға барамыз, изображениеге барамыз. Ол үшін бізге бірнеше мүмкіндіктерді қарастырады. Бұл компьютерден алу, интернеттен тауып алу, Google дискіден алу, Google фотодан алу, тіркеме арқылы алу, немесе суретке түсіру. Компьютерден алуды көрдік. Менің алдын ала дайындап қойған фотом бар. Оны ашып қоямын. Енді мына жерге тақырып жазайық. Қазақ журналының басы. Жасадық. Енді мына жерге біз осы сызба бойынша оқушыларға тапсырма беріп жазып қоя аламыз тапсырмамызды. Осы сызбаны қарап, мысалы, өз туыңыз туралы әңгімелеңіз деген тапсырма беруге болады, мысалы. Келесі слайдымызды жасаймыз. Бұл слайдта біз енді видео қосайық. Біз берілген форматтарды алып тастаймыз. Тағы да вставкаға барамыз. Видеоға барамыз. Бізге бұнда үш түрлі мүмкіндік береді. Ол Google дискіден таңдап алу. Сілтемені қою, дайын өзіңізде сілтемесі болса, видеоның соны қоюға да болады. Немесе бірден YouTube-тан іздеуге болады. Біз бірден YouTube-тан іздейміз. Өзіміздің тақырыбымызды жазамыз. Міне бізге
мүмкін болатын видеоларды беріп отыр. Әрине біз бұлардың кез келгенін таңдауымызға болады, бірақ авторлық құқығымыз болсын, біз өз видеомызды ғана таңдап аламыз. Міне біздің видеомыз шықты. Оң жақта оны форматтаудың мүмкіндіктері беріліп отыр. Оны жаба салуымызға да болады, себебі біз бұны өзімізде форматтай аламыз. Оны кез келген жерге жылыстырып апаруға болады, үлкейтіп кішірейтуге болады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай. Енді фигураға барып, бұның қасына жаңағындай бір ерекше фигураларды қоя салып, бұл жерге осы видео бойынша оқушылардың осы видео сабақпен танысқаннан кейін жауап беретін сұрақтарын жазуға болады, мысалы. Құрметті студенттер, Қазақстан тарихы пәні бойынша біздің бүгін өтетін тақырыбымыз қазақтардың ру тайпалық құрылымы деп аталады. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздар, видео ойналып тұр. Тағы да слайд жасаймыз. Бұнда біз енді аудио қосайық. Қазақ рулары деп жазайық, мысалы. Кез келген бояуды мен әдейі қойып жатырмын, өйткені сіздерге өздеріңіз осындай таңдап алып, кез келген бояуды қоя аласыздар. Енді тағы да вставкаға барамыз. Осында аудио деген тұр. Бізге бұнда өз дискімізден аудионы жүктеп алу мүмкіндігі беріледі. Мен бір аудио дискіме жүктеп қойғанмын осы сабақ үшін, соны қоямыз. Мысалы, мынандай аудионы алдық. Бұл өлең, қазақ рулар деген өлең, оқушыларға тыңдатуға болады. Шеркеш, Жаппас, Әлім, Беріш, Алаша. Көріп отырғаныңыздай аудио ойналып тұр. Келесі слайд жасаймыз. Енді мысалы сіздің үй тапсырмасын сұрау немесе жаңа тақырыпты бекіту кезінде түрлі оқушылармен ойын ойнатқыларыңыз келеді, мысалы. Оны сілтеме жасау құралын пайдалану арқылы жасауға болады. Мысалы, мынадай сервис бар. Осы сервистегі бір ойынды таңдап аламыз, өзімізге керектілі. Кез келген біреуіміз, мен алайын, сіздерге өздеріңіз үшін тап дегенді көрейін. Мына суреттерді, мына жазуларға жұбын тауып әкеліп қою керек. Қатесі бұның кейін жауапты жіберу деген кезде бұлардың дұрыс қатесі туралы белгіленіп өзі шығады. Міне осы ойынның сілтемесін көшіріп аламын мен. Жасауышамыз, сілтеме дегенге басамыз. Осы кезде бізге сілтеме оның тексті шығады. Мысалы, текстке мәтінге біз ойынға қатысып сұрақтардың жауабын ескеріп жазамыз да, ал астына жаңағы сілтемемізді қоямыз. Сәйт белгісімен сілтемені қоямыз да, применить дегенді басамыз. Міне біздің сілтемеміз дайын болды. Енді осы сілтемені басатын болсақ,
Міне осы сілтемені басатын болсақ, бізді жаңағы бетке әкеледі. Бұны тап деген ойынға алып келеді. Сондай-ақ мысалы қазақ рулары деген тақырып туралы қосымша материал бергілеріңіз келсе, қосымша материал беруге де болады. Мысалы мына тақырыпты алып қарайық. Bunda eşliğimiz bu okuyoruz. Қазақ рулары дегенді көрейік. Бұл Википедия екен бұл. Өзбек құрамындағы қазақ рулары мысалы оқушыларға қызықты болу үшін материал. Міне осы материалмен танысып көріңдер деп айтуға болады. Бұл үшін көшіріп аламыз. Тағы да оң жақты басамыз. Сілтеме жасау дегенде. Өзбек халқы құрамындағы қазақ руларымен таныстырыңыздар деп жазамыздар. Сілтемені қоямыз. Қосымша пайдаланамыз. Міне осы сілтемені енді қарайтын болсақ, бұл бірінші сілтемемізге кетті. Міне екінші сілтемеміз өзбек құрамындағы деген. Міне екінші сілтемеміз де ашылды. Міне осындай сілтемелер жасау арқылы да жаңағы оқушылармен түрлі ойындар ойнатып, сұрақтар қоюға болады. Енді гиперсілтеме жасауды көреміз. Ол үшін фигураға барамыз. Одан кез келген бір фигураны таңдап аламыз. Біз қазір стрелканы таңдап алайық. Мысалы, әкеліп қоямыз бұрышына. Одан кейін оң жақты басып, стрелка дегенді бассақ, да мысалы алдыңғы слайдтардың біреуіне апаруға болады. Біз екінші слайдқа апарып деп қояйық. Қолданамыз. Болды. Енді көрсек. Міне біздің сілтемеміз тұр. Бассақ бізді бірден екінші слайдқа алып барады. Осындай гиперсілтемеде жасауға болады. Енді переход деген белгіні басамыз. Бұнда бізде переход ашылады. Бұнда без перехода деп тұр. Біз оның ішінен мысалы переход таңдап аламыз. Көруге болады бірден бұның қандай переход екенін. Міне қандай екен. Енді ол переходты біз барлық слайдтарға қолдануымызға болады, немесе жеке-жеке слайдтарға қолдануымызға болады. Оның жылдамдығын біз ашуымызға болады. Біз азайтып қоюға немесе көбейтіп қоюға болады да, барлық слайдтарға қолдану дегенді басамыз. Енді көреміз. Міне біздің видеомыз біраз кешігіп жүктелінді. Құрметті студент. Сілтемелеріміз жоқтыр. Міне осылайша презентацияның басты негізгі құралдарымен біз танысып шықтық. Сондай-ақ бізге анимация жасауға болады. Мына белгілердің барлығын шығарып қойып отыру үшін анимация жасауларыңызға да болады. Ол өздеріңізге PowerPoint бағдарламасынан анимация таныс қой деп ойлаймын. Ол туралы біз айтпай-ақ қояйық. Енді келесі бір ерекшелік бұл қолжетімділікті баптау. Бұл өте жақсы құрал. Рулар деп жазайық.
тақырыбын. Міне осы арқылы біз электронды мекен жайларын жазып, өзге бір адамдарға мүмкіндік беруімізге болады осы құралды пайдалануға. Немесе сілтемені көшіріп алу, бұл оңайырақ жолы. Сілтемені көшіріп алып, одан кейін мүмкіндік береміз. Бұнда біз осы сілтеме қолындағы бар адамдарға қолжеткілікті болады деп енді таңдаймыз да, оны оқушы, комментатор немесе редактор дегенді таңдауға болады. Мысалы, біреумен бірлесе осы слайдты бірлесіп жасайтын болсаңыз, оны редактор дегенді пайдаланасыз. Бұл өте жақсы, себебі осы сілтемені алған адам өз үйінде отырып, сізбен бірлесіп, осы слайдпен жұмыс жасай береді. Бұл жаңағы сілтеме арқылы өзінің, мысалы, мен инкогнито режимінде ашып көрсетейін, оның қалай жүзеге асырылатынын. Міне басқа бір адам өз үйінде отыр делік. Міне ол да сіздің сілтеме арқылы өзінің ашты. Алдымен өзінің аккаунтына кірсін ол, мысалы. Міне сілтеме арқылы слайдты ашады да, ол кез келген жеріне өзгеріс жасай алады. Көрдіңіз ба? Мынаны ол алып тастай алады, мысалы. Алып тастады делік. Енді өзіміздікінен қарасақ, міне бізде де алынып тасталынып тұр. Көрдіңіз ба? Осылайша флешка арқылы тасымалдап, бір-біріңізге апарып беріп, алып келіп жүрмей, екі адам екі түрлі жерде отырып, осы слайдпен жұмыс жасай бере аласыздар. Сондай-ақ оқушыларға осы сілтемені жаңағы WhatsApp желісі арқылы немесе түрлі әлеуметтік желілер арқылы осы сілтемені беріп, оқушылардың да кіріп, осы слайдтарда қойылған тапсырмаларды орындап, сұрақтарына жауап беруіне де осындай жағдай жасауға болады. Мысалы, жаңағы оқушы әңгімелеңіз деген жерге өзінің менің руым деп, мысалы, арғыдай жалғастырып, өзінің руы туралы әңгімелеуі мүмкін. Егер де өз бетімізден қарасақ, біз бұны міне оқушының жазып жатқаны бізге көрініп тұрады. Міне осындай ерекше мүмкіншілігі Google презентацияның осы ыңғайлылығында өзінің, ол үнемі сақтаудың қажеті жоқ, өзіңіздің дискіңізде сақталып қалады. Сол сияқты сіз бұл слайдтарды басқа түрде де сақтауыңызға да болады. Осы мысалы скачать дегенге барсақ, сізге мүмкіндіктер береді. Бұл PowerPoint түрінде сақтау, одан кейін жай текст түрінде сақтау, немесе сурет түрінде сақтау деген сияқты, PDF түрінде сақтау сияқты мүмкіндіктер береді. Мысалы, біз PDF түрінде сақтап көрелік. Бізге жүктеуге бірден мүмкіндік береді. Біз жүктейміз. Міне PDF түрінде сақтаған болатын болсақ, міне біздің жаңағы слайдтарымыз PDF түрінде ашылып тұр. Егер де PowerPoint түрінде сақтау дегенді таңдайтын болсақ, міне слайдтарымыз PowerPoint ашылады да, PowerPoint түрінде міне сақталып шығып тұрады. Бұл өте ыңғайлы, жаңағы сайтыңызды кез келген түрде сіз Google құжаттардан, Google презентациядан шығып, ары қарай PowerPoint бағдарламасында жалғастырып, жасап, одан әрі редакциялай аласыз. Міне бүгінгі сабағымыздағы Google презентацияның негізгі ерекшеліктерімен сіздерді таныстыра кетейін дегенім осы. Алдағы сабақтарға, болып кеткен сабақтарды көру үшін міндетті түрде менің каналыма жазылыңыздар. Лайк немесе дизлайк басу арқылы осы жазылған видео сабақтар туралы пікірлеріңізді білдіріңіздер, астына комментарий жазып қалдырыңыздар. Алдағы уақытта кездескенше сау саламатта болыңыздар.